обучение. Да, мы не против, чтобы они масштабировались, ездили. Но там Саудовая Аравия, там $50 тысяч, переезжай полностью хедквартер, и вот все, с корнями забирают. Мы можем как государство, как стратегия что-то вот поделать? Я не говорю закрыть всех в Казахстане, но так хотя бы, чтобы... Кажется, говорите. Жарайды. Енді біріншіден осындай форумда қазақ тілінде сессия жүргізген, мен ойлаймын, ол өте бір тағы да бір нәтиже, өйткені қазақ тілі біздің кейбіреулер айтады, қазақ тілі технологиялық тіл емес, қазақ тілі халықаралық коммуникацияларға жарамайтын тіл, сондықтан біз орысшаға бейімделіп кеттік, қазақшаны ұмытып барамыз деп. Бірақ мен ойлаймын, жүрегіңде қазақ болсаң, қазақ тілінде сөйлейсің. Жүрегіңде қазақ болсаң, қазақ тіліне ұмтыласың. Сондықтан сондай ынта болу керек барлығымызда, біріншіден. Сондықтан бірақ технологияларға келетін болсақ, мен ойлаймын, технологиялардың мәселесі біздің енді жалпы алғанда технологиялар мен қазақ тілі қазір параллельно жүрмейді, біраз проблема бар. Неге десеңіз, қазақ тілін ойлайтын адамдар, бізде қазақ тілінің дамуымен айналысып жатқан адамдар, олар енді кішкене ескі форматтармен ойлайды. Ал технологияларды ойлайтын адамдар, олар кішкене басқаша ойлайды да. Сондықтан біздің технологиялармен арпалысып жүрген, технологиялардың ішінде жүрген қазақ тілді жас азаматтар, сол инновацияларды жақсы білетін, IT саласын жақсы білетін адамдар болса, сол балалардың өзі, Рауан сияқты, Айбек сияқты өздері ойлап тауып, өздері қазақ тіліне технологияларды қалай жақындату керек, соны ойлап табатын жігіттер біздің арамызда жүр. Сондықтан мен ойлаймын, жалпы бұл форумды пайдаланып, біздің венчурлық инвестиция деп жатырмыз, қолдау деп жатырмыз, неше түрлі қолдауларымыз бар. Бірақ неліктен қазақ тілді стартаптар шынында да аз. Соны ойласақ, мен ойлаймын, венчурлық инвесторларға жалпы осындай бір мақсат қойсақ, 100% инвестицияларыңыздың 5% болсын. Қазақ тілін дамытам деп, қазақ тілінде жасап жатқан стартаптарға сондай бір аллокация жасаса. Өйткені енді қазақ тілдің болашағы біздің ғана қолымызда. Ол біз Илон Маск келіп шеше алмайды біздің қазақ тілдің проблемасын. Неліктен мен осы мәселені түп көтеріп жатырмын? Өйткені жалпы қарасаңыздар, бізде оқушылардың 70% қазақ тілді оқушылар. Оларға бұлай мотивация беріп, бұлай жаңа технологияларды танытып, жаңашылдықтарды үйрететін адамдар бізде шынымен аз. Өйткені ол жаңашылдықты білетін, инновацияларды білетін, IT саласын білетін адамдар, олар енді не болса Алматы мен Астанада әлде шетелге кетіп қалған. Бірақ шетел туралы айтып кетті, мен ойлаймын, онда ешқандай проблема жоқ. Неге десеңіз, мен жалпы бұл кішкентай фрагментті алып, ертең бір жерге салып қоймаңыздар. Толығымен салыңыздар, салсаңыздар. Неге мен солай ойлаймын? Мысалы, бір бала болашақпен оқып келді. Болашақпен Стэнфордта оқып, Қазақстанға оралды. Біз оған міндеттеме қоямыз. 3 жыл мұнда жүру керексің, мұнда өзіңнің біліктілігіңді мұнда көрсетіп, экономиканың дамуына өзің көмегін тию керек деп жатсыз. Бірақ Индияны алатын болса, 70-ші жылдары Индиядан қаншама жастар Америкаға кетті. Сол америкалық жалпы American Dream деп толығымен кетті үндістер. Қазір қарап отырсаңыздар, барлық технологиялар гиганттарда, Google, Microsoft, Facebook, басқалары болсын, барлығында Үндістаннан шыққан адам болды. Ол не жасап жатыр қазір сол балалар, сол жігіттер? Олар Үндістанға сол гиганттарды алып келіп жатыр. Сол Үндістанға кері өзінің импактын дейді, өзінің ықпалын тигізіп жатыр. Дамуына. Сол Үндістан қазір дамып келе жатыр. Программисттер көп, жалпы IT саласын дамып келе жатыр, технологиялар дамып келе жатыр. Неге? Өйткені сол жігіттер, Америкадағы жүрген жігіттер, алып компанияларда жұмыс істеп жүрген жігіттер, олар
Үндістанға сол технологияларды әкеліп жатыр. Үндістанға сол алып компанияларды әкеліп жатыр. Солардың арасында нетворкинг орнатып жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, қазақ тілді балалар неғұрлым барып, басқа елге барып, басқа елде жұмыс істеп, басқа елде өзін дәлелдесе, ол Қазақстанға деген көмегі, ол Қазақстанға деген мынау экономиканың дамуына деген ықпал етуі. Сондықтан мен ойлаймын, осы саттан ойласаң, ешқандай проблема жоқ. Мен қазір басқа да көп балалармен кездесіп жүрмін ғой, мынау осы біздің саламыздағы. Мысал ретінде алайық, Бақытжан дос. Godchat AI деген бір AI-дің ішінде, мынау жасанды интеллекттің ішінде өзінің стартабын ұйымдастырды. Қазір мынау жалпы бір айда алатын болсақ, экспорттық өнім ретінде, экспорттық қаражат ретінде оған ай сайын $500,000-дан $1 миллион экспорттық өнім сатып жатыр. Яғни экспорттан, яғни шетелден біздің экономикамызға қаражат келіп жатыр. Сол бала Қазақстанда отыр, ана жолы кездескен кезде қазақ шапанымен кеттім. Менімен кездесуге осылай келдің ба? Жоқ, мен әрдайым осылай жүремін дейді. Сондықтан мен ойлаймын, біздің арамызда да, мен сол жігітпен кездескенде, сөйлескенде сөздің түйіні, мен Қазақстаннан кетуді мен ойлап жүрген адам емеспін. Мін жерде отырып, қазақтың арасында, қазақ тілді балалармен араласып, мынау дүниежүзілік стартап орнатуға менің мұршам келеді деп жатыр да. Қазір қарап отырсаңыздар, 4 айдың ішінде сол бала командасымен, сол команда жаңағы мынау біздің жасанды интеллекте жатыр. Кім жасайды? Біз анау жасанды интеллекте қалып қалдық, қазақта қалып қалды. Ол айтып жатыр да, 2019 жылға дейін жасанды интеллект бойынша жұмыс істеп жүрген адамдар және де жаңа келген адамдар, олар пара-пар тең. Яғни 2019 жылға дейін не білдің жасанды интеллект туралы? Ол керек жоқ. Өйткені қазір жаңа платформалар, жаңа фреймворктар пайда болды. Сондықтан қазір жаңа ғана қазақ тілді аудитория, сол IT саласын меңгеріп, сол жасанды интеллект саласына кірем деушілер, оларға есік ашық. Сондай бізде, мен ойлаймын, сондай бізде балалар көп болса, сондай бізде жігіттер жаңағы біздің қолдауларымызды алып, өзінің технологияларын, өзінің стартаптарын дамытса, жаңағы мемлекеттен ақша алмай, мемлекеттен бір нәрсе болса бізде қалай қолдау көрсетесіздер, қалай грант алуға болады, қалай мемлекет көрсетеді. Мен ойлаймын, осындай балалар мемлекеттің қолдауынсыз венчурлық инвесторлардың арқасында жасанды интеллектті де, блокчейнда да, басқа да технологияларда да өздерінің стартаптарын дамытып, біздің еліміздің туын биік көрсете алады деген сенімдемін. Бірақ жалпы алғанда түйіндей келе, бізде Қазақстанда осындай жас интеллектті мамандардың осында жұмыс істеу, осында стартап индустриясында өзінің ықпалын тигізу, өзінің компанияларын осы жерде дамыту, ол енді біз environment, яғни біріншіден орта болу керек. IT саласы қазір дамыған. Қазір көріп тұрсыздар, мынау ивенттің, мынау іс-шараның ішінде қаншама 2000-ға жуық адам ақша төлеп келіп жатыр. Қаражат төлеп, өзінің қалтасына ақша төлеп келіп жатыр. Ол IT саласына өзінің берілуін, яғни IT саласында жұмыс істеуін және де бір нәрсе жасайын деп жүрген адамдар ғой. Өйткені жайдан жай 20 мың болсын, 50 мың болсын қаражат қалтадан төлеу, ол оңай емес. Сондықтан мен ойлаймын, орта пайда болып жатыр. Ол біріншіден. Мемлекеттік қолдау бар. Жаңа Zero Tax Incentive деп жатырмыз. IT саласында жұмыс істеп жатқан компанияларға жалпы 0. Ешқандай салық жоқ, салықтық төлемдер жоқ. Кішкентай бір не болса, бірақ жалпы алғанда салықтық төлемдер жоқ. Алып тастадық. Университеттерге қолдау көрсетіп жатырмыз. Гранттардың жобалап 100%-ын алсақ, олардың 4-ші сатыда IT саласындағы гранттар алатын жігіттер жүр. Университеттерімізде. Бірақ университеттеріміздің сапасы, оны Еркен өзі айтып кетті, университеттер болсын, оқу орындары болсын, олардың сапасын көтеру керек. Ол шындығында да өте бір өзекті мәселе. Бірақ біз цифрлық министрлік ретінде не жасап жатырмыз? 4000 грант
осы айтишник болам деген адамдарға біз университетсіз беріп жатырмыз ваучер ретінде. Яғни кез келген бала, кез келген адам математиканы жалпы енді 9-10 класс математикасын жақсы білсе, жақсы меңгерсе, ол тесттен өтіп ваучер ала алады да айтишник болу үшін. Ол ваучер не береді? Жекеменшік IT мектебіне барып, бір жылдың ішінде IT мамандық алып шығуға болады. Ол университетке бармай-ақ, яғни біздің ваучермен шағын жекеменшік, мемлекеттік емес, жекеменшік IT мектептері бар. Ол біз 70 IT мектепті іріктеп таңдадық. Сол 70 IT мектептердің кез келгенінде өзінің қалағанында оқып, IT мамандық алып шыға алады. Мен өзімнің есімде мынау Тек орда деп аталады программа. Ол программа, ол бағдарлама тек орда деп аталады. Интернетке сол интернеттен де ақпарат алуға болады. Астана хабтың аясында жасап жатқан қолдау нәтижелері. Бірақ мен өзім есімде де мынау 3-ші іздеу Сулейман Демирел университет деген бізде енді ең жақсы университеттің бірі деп айтуға болады ғой. Бірақ сол университетте 3-ші курста оқып жүріп, мен бұл программа, бір бағдарламаларды үйретіп жатыр, бірақ бұлар не береді маған? Мен оны түсінген жоқпын. Мынау бір айтады, аплет құрып, мынау бір жерде бір circle, круг, оны бір жасаңдар дейді. Соны бір нәрсе, мен оны түсінбеймін. Жарайды, оны жасап жатырмыз. Бірақ оны қалай қолданам, ертең бұл маған қалай ақша табуға, қаражат табуға, ақша табуға қалай бұл маған көмектеседі деген бір ой болды да менде. Сонда 3-ші курста жүріп, мынау бір топ балалармен веб-сайт жасай бастадық. Сосын басқа да бір бағдарламалар, заказ бойынша бағдарламалар жасай бастадық. Сол маған үйретті. Бұл мынау шынында да IT саласында ақша табуға болады екен деп. Сондықтан мен ойлаймын, біздің мынау жалпы оқу жүйесі мынау практикаға біраз мән бермей жатыр да, практикаға біраз кішкене нету керек, мынау үйлестіру керек. Өйткені университеттерде 4 жыл жүріп оқып шыққан балалар қазір ақшаны қалай табу екенін білмейді. Ол шығады, диплом алады, диплом оған ақша бермейді ғой. Ол жұмысқа орналасу керек, жұмысқа орналасу үшін қабілет керек, білімділік керек. Сондықтан сол жағынан біраз біз қазір Саясат Нұрбекпен жалпы жоғары орта мектептер, жоғары орта университеттермен жаңағы жиын өткізіп, осы аптаның басында және де олармен осы мәселелерді талқылап, қалай біз Назарбаев университет болсын, КМЭП болсын, тағы да басқа университет, қалай сол бағдарламаларды, сол методологияларды біраз сол жергілікті орында жұмыс істеп жүрген өңірлердегі университеттерге қалай соны бере аламыз. Өйткені сол регионда жүрген балалар ол енді масса ғой, өте көп ол балалар. Сондықтан оларға да жаңа қол ұшымызды жаңа көрсетпесек, қолдау көрсетпесек болмайды. Сондықтан мен ойлаймын, мынау біз осы жердегі ойларымыз, осы жердегі мынау талқыламаларымыздың нәтижесі, ол жалпы мынау эдтектегі болсын, оқу саласын жалпы трансформациялау болсын, басқа салаларда болсын, біздің салада болсын, осы жерде осы бізге мынау жаңа идея беріп, жаңа бір қияли бір ойлар берсе, біз осы отырыстан, осы жиыннан біз тағы да бір жылға ақпал аламыз деп, бір жылға энергия аламыз деген үміттеміз. Рахмет. Рахмет. Сіз айтқандай осындай жастардың бірі міне Добавлю два слова, что конкретики. Если за 50 тысяч наших детей забирают, пусть забирают. Пусть забирают, отлично, значит, есть спрос, будет предложение. И все, это лучше, чем нелегальные там мигранты в Корее, да? Пусть забирают. Этим путем спрос появится, и ничего, начнут больше детей учиться. Еще больше из поддержки.